Don't Love брендінің атақты хит болған SPF кремі. Бұл SPF кремнің құрамында химиялық фильтр бар. Бұндай SPF кремдерді күніне бір рет қолдансаңыз жеткілікті. Таңертеңгі күтімімізді әдеттегідей пенкамен бетімізді жуып болғаннан кейін, тонер, сыворотка, кремімізді жағып болғаннан кейін, ең соңғы этапта осы SPF кремімізді жағатын боламыз. Қажетті мөлшерде жағуымыз керек. Қажетті мөлшері қандай, біріміз білсек, біріміз біле бермейміз. Осы екі саусаққа толтырып сығып алып, екі бетімізге, мойнымызға және құлағымызға жағып шығамыз. Және де далаға шықпас бұрын 10-15 минут бұрын жағуымыз керек. Ол терімізге сіңіп, қорғанышы жұмыс істей бастаған кезде ғана күнге шыға аласыз. Сонда ғана сіздің теріңіз толыққанды күн сәулесінен қорғана алады. Уақытынан ерте қартаю, әжімдердің пайда болуына және пигментті дақтардың пайда болуына жол бермейсіз. Қазір результатын көрмесеңіз де, кейін 10 жылдан кейін результатын көруіңіз мүмкін. Сондықтан сізге жыл 12 ай SPF кремді қолдануыңызға кеңес беремін. Видео ұнаса лайк басып, комментария қалдыра кетіңіз. Ал сіз SPF кремді жыл 12 ай қолданасыз ба?